ақш пен Ресейді бірнеше мың шақырым бөліп тұр деген пікір бар. Біз бір-бірімізге көрінгеннен әлде қайда жақынбыз. Беринг бұғазының ортасында Диомеда аралдары, Ратманов аралы орыс, оның ағасы грузинштерна аралы американдықтарға тиесілі. Олардың арасындағы қашықтық небәрі 4 шақырымдай. Бүгін сіз оларды еңсеру үшін неліктен бір күн қажет болатынын, мұзды перде деген не екенін және климаттың өзгеруі жағдайында жергілікті тұрғындардың қалай өмір сүретінін білесіз. Эскимостар Диомес аралдарын 3000 жылдан астам уақыт бұрын қоныстандыра бастады. Бұл жерлерді ескі дүние тұрғындары үшін ашу құрметі атақты орыс саяхатшысы Семен Дежневке тиесілі. 1648 жылы ол Азия мен Америка арасындағы бұғазды тауып, кейін Берингтің атымен аталған. Сонымен қатар Дежнев сол жерде орналасқан екі арал туралы есеп берді. Оның біреуін 1728 жылы Витус Беринг экспедициясы тапты. Екеуі де сәл кейінірек 1732 жылы картаға түсті. Олар х ғасырдың басында Ресей империясының әскери теңіз флотының лейтенанты Отто Коцебудың арқасында қазіргі орыс атауларын алды. 1867 жылы Александр Аяй Алясканы американдықтарға сатты. Өйткені сол кезде біз бұл жерлердің пайдасы аз деп есептейтінбіз. Оларды күтіп ұстауға көп ақша жұмсалады. Жалпы алғанда артық алтын зиян тигізбейді. ақш-тың келісіменен біздікі бар болғаны 1 тиын 7 және 2 миллион доллар алды. Салыстыру үшін Нью-Йорк қаласының орталығындағы 1872 жылы салынған сотқа Твиттер ретінде белгілі 3 қабатты бір ғимарат Нью-Йорк штатының қазынасына ақш үкіметіне қарағанда 2 есе дерлік шығынға ұшырады. Бүкіл Аляска Ливия аумағынан сәл кішірек. Ол жер көлемі бойынша 16-шы ең үлкен ел. Аляска сатылғаннан кейін Диомеда аралдары арасында мемлекеттік шекара өте бастады. Бірақ бастапқыда бұл өзгерістер жергілікті тұрғындарды қатты алаңдатпады. Беринг бұғазы аймағының тұрғындары әрқашан өздерін бір халық санайтын. 1948 жасқа дейін әртүрлі аралдарда тұратын отбасылар бір-біріне еш қиындықсыз қонаққа баратын. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін КСР мен ақш арасындағы қарым-қатынас нашарлап, шекараның жабылуына себеп болды. Мұндай жағдайларда жиі болатындай саясаттың кесірінен қарапайым халық қатты зардап шекті. Әскерилер Ратманов аралына қоныстанды, ал бейбіт тұрғындар Сібірге көшуге мәжбүр болды. Әрине, бұл туралы олардың келісімі билік басындағылардың ешқайсысын қызықтырмады. Шекараны темір пердеге ұқсас мұз перде деп атады. Бұл терминді Черчилль танымал етті және қырғи қабақ соғыстың басталуын белгіледі. Бірақ жылдар өте келе мұзды перде деп аталатын бірте-бірте ери бастады. 7 тамызда 1987 жылы американдық жүзуші Лин Кокс оған дейін жүзіп үлгерген Манат, Магеллан бұғазы және Үміт мүйісін айналып өтіп, Америка аралынан КСР-ға тиесілі аралға дейінгі қашықтықты жүріп өтті. Жүзу кезінде судың температурасы небәрі 6 градус болды. Ер жүрек спортшыны байдаркамен аляскалықтар ертіп жүрді. Бұл Путинді 2 сағатта бағындырды. Оны екі мемлекеттің президенттері Михаил Горбачев пен Рональд Рейган құттықтады. Көбінесе Лин Коксты қырғи қабақ соғыстың аяқталуының символы деп атайды. 1989 жылы елдер Беринг бұғазы аймағының тұрғындарының өзара сапарлары туралы келісімге қол қойды. ақш барлық формалдылықтарды орындаған 2015 жылы ғана мұз шымылдығы құлады. Осы келісім бойынша Аляскадағы байырғы халықтар Чукотка аумағындағы туыстарына бара алады және керісінше сапарға шығу үшін белгіленген аймақтағы туыстарынан шақыру алуы керек еді. 90 күннен аспайтын уақытқа баруға рұқсат етілді. 2021 жылдағы жағдайды айту қиын, өйткені бұқаралық ақпарат құралдарында бұл туралы ештеңе айтылмаған. Бұрын айтылғандай, Диомеда аралдары шынымен күлкілі қашықтықты бөліседі. Шамамен 3750 метр. Бірақ егер сіз өзіңізді уақыт саяхатшысы сияқты сезінгіңіз келсе, оларды жеңу мұны істеудің тамаша тәсілі. Мәселе мынада, аралдар халықаралық айнымалы күн сызығымен бөлінген және әртүрлі уақыт белдеулерінде орналасқан. Уақыт айырмашылығы 21 сағат. Біз американдықтардан озып кеттік. Сондықтан Ратманов аралын кейде ертеңгі арал, ал грузинштерн аралын кешегі арал деп атайды. Бұл қызық факт шетелдік көрермендерге 2021 жылдың наурыз айында TikTok кезінде кеңінен танымал болды. Блогер Лаубандрю лақап атымен Ресейден ақш-қа жаяу қалай тез жетуге болатынын түсіндіретін видео жариялады. Алайда, бұл жерде ол аздап өтірік айтты және аралдар арасында климаттың өзгеруіне бұрынғыдай күшті мұз орнатылмаған. Ол да уақыт айырмашылығы туралы айтты. Басылым вирусқа тарап, миллиондаған қаралым жинады. Содан кейін бұл туралы көптеген бақ жазды. Бұл американдықтар үшін нағыз жаңалық болды. Аралдардың ерекшелігі қиялға орын береді. Мысалы, сіз туған күніңізді жылына 2 рет тойлай аласыз. Немесе алдымен Ратманов аралында жаңа жылдың келуін тойлаңыз. Содан кейін уақытқа оралыңыз және грузинштерн аралында тағы 1 рет тойлаңыз. Өкінішке орай, олардың арасында жүру оңай емес. Қазір Ратманов аралында тұрақты халық жоқ.
тек әскери адам. Шекарашылардың бірінші отряды мұнда 1941 жылы келді. 6 бөлмелі ағаш үй, қойма мен монша Владивостоктан азық-түлікпен, киіммен және қару-жарақпен бірге пароходпен әкелінді. Бұл бөліктерде өмір қатал, қыс 9 айға созылады, және сіз өте суық температураға ғана емес, қатты желге де шыдауыңыз керек. Сонымен қатар, аралды жылына 300 күн қалың тұман басып тұрады. Ал тікұшақтар ол үшін мұнда сирек қонақтар келеді. Олар тамақ пен поштаны жеткізу үшін 2-4 айда бір рет қана келеді. Тек мердігерлер ғана қызмет етеді. Ал өркениеттің негізгі артықшылықтары теледидар, телефон және грузинштердің аралында немесе американдықтар айтқандай кіші Димит аралында әскер жоқ. Бұл жерде Диамет деп аталатын жалғыз елді мекен ғана бар. Бұл елді мекенді биіктен көргенде бұл планетадағы ең оңаша жерлердің бірі деген сезім пайда болады. Онда 100-ден сәл асатын эскимостар қауымының қарапайым халқы тұрады. Бүгінде аралда 30-ға жуық ғимарат бар. Оның ішінде негізінен 1970 және 1980 жылдары салынған тұрғын үйлер бар. Бірақ қарапайым көрінісіне қарамастан, елді мекенде бір жуатын орын. Сол ғимараттың жоғарғы қабатында орналасқан медициналық кабинет бар. Сонымен қатар сыныптан орыс аралына қарайтын мектеп бар. Кітапхана, тікұшақ алаңы және теледидар, телефон, факс және интернетке қосылуға арналған спутниктік антенна бар. Аралдағы дүкеннің қоры азық-түлік, сусындар, киім-кешек, атыс қаруы, оқ-дәрілер мен жанармаймен шектеледі. Жергілікті дүкеннен сатып алуға болмайтын кез келген нәрсеге Санкариджи поштасы арқылы тапсырыс беру керек. Ол қыста жиі болмайды. Аляскадағы көптеген басқа елді мекендердегідей алкогольді әкелуге және сатуға тыйым салынады. Электр қуаты дизельдік генераторлармен қамтамасыз етіледі. Ал қыста пайдалануға арналған су тау бұлағынан алынады. Содан кейін өңделіп, үлкен резервуарда сақталады. Мәңгілік мұздың салдарынан жер астына құбыр жүргізу қиынға соғады. Сондықтан тұрғындар суды қолмен тасымалдау керек. Аралдағы жұмыс негізінен елді мекенмен шектеледі. Бұл пошта, мектеп, мед, кабинет, азық-түліктің қымбаттығына қарамастан сатып алынған ағамға үйреніп қалған. Эскимостар аң аулау мен теруге онша тәуелді емес. Бірақ кейбіреулері солтүстік жарты шарда кең таралған теңіз құсы гелемот жұмыртқаларын жинайды, морж аулайды және Аляска материгінде танымал кәдесыйлар жасайды. Аралдағы отбасының орташа жылдық табысы шамамен $25,000, шамамен 1,800,000 рубльді құрайды. Бұл жоғары бағалар мен арал тұрғындарының әкелінетін азық-түлікке тәуелділігіне байланысты көп емес. Кәдімгі кір жуғыш заттың бір пакеті $45 тұрады делік. Жалпы аралдағы өмір қиын ғана емес, сонымен бірге қымбат. Соңғы кездері эскимос проблемалары климаттың өзгеруіне ықпал етуде. Жыл өткен сайын жылынып, дәстүрлі өмір салтын бұзады. Арал тұрғындары, әсіресе жастар, қоныс аудару туралы баяу ойлана бастады. Бірақ соған қарамастан саяхатшылар жергілікті тұрғындардың үлкен қалалардағы көптеген адамдарға қарағанда бақытты адамдар болып көрінетінін айтады. Егер сізге ұнаған болса, бұл бейнені бөлісіңіз. Оны ұнату немесе ұнатпау арқылы бағалаңыз және түсініктемелерде өз пікіріңізді жазыңыз.